бағдарламасындағы дәуіріміз осымен аяқталды. В общем, көп нәрсе айтқым келмейді. Самое главное, аман болсын Шайке. Мен де аман болайын. Просто сөзім жоқ. Мен ол жақта отырамайды екенмін. Мен ол жақта бір адамға ризамын, жүргізуші Балауса ханымға ризамын. Қалғандарына сөзім жоқ. В общем, осындай достар. Дальше керек емес деп ойлаймын. Сондай. Енді әр нәрсе өз уақытысымен келді, осы сәтке келді. Көрдім болмады, енді сыртта жолған жарым может деп кетіп бара жатыр мынау. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін сториске шығады. Кеше мал дәрілеп жүріп, бүгін Алматыдағы студиядан бірақ шегіп едім. Болмады әйтеуір, білмеймін. Эмоция үстінде айтып жатыр деп қабылдайық. Дұрыс, әр әйел, әр қыз өзін қолдаусыз қалып кеткісі келмейді, қолдау сезінгісі келеді. Просто мен бұл жерде шындықты айтамын деп махаббатты сырып қойған сияқтымын. Қашанда шындық жақтамыз, бірақ махаббатқа келгенде сәл жұмсағырақ болу керек ау. Эфирден сұранып кетіп қалдым. Өз-өзіммен болайын, өз-өзіммен сөйлесейін деп. Шынымды айтайын, соңғы кездері не істеп не қойып жүргенімді өзім түсініп жатқан жоқпын. Дұрыс жағынан қарап қойыңыздар. Үйге қайтып баратырмын үшін. Ринат Мырза десем танымайтын боларсыздар. Қалайсыз деп? Бұжай ма? Бұжайымызда қош келдіңіз біздің салонға. Қалайсыздар, амансыздар ма? Шүкір. Кәсіптерің берекесін берсін. Аумин. Клиенттерің көп болсын, короче. Аумин. Өзгеріс жасап жатсыз, Өзгеріс. Сіздің парақшадан көретін болады оқырмандар. Спия пока бірақ. Да. Парақша сен белгілеп кетемін. Қараймыз қандай өзгеріс болады екен. Достар, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Мана менің алдыңғы историясында көрген жатсыздар, Жамиляның қандай өзгеріс. Міне, өзгеріс осындай. Ақтөбе косметолог Жамиля, рахмет. Алла разы болсын, досым. Жамиляның мастерлеріне де Алла разы болсын. Осындай маған жақсы шаш істеп берді деймін. Қалай достар, қалай жарасып тұр ма? Атақ осының бәрі Жамиля ханымның арқасында. Және оның да мастерлерінің үлесі мықты. Достар, қазірден бастап, бүгіннен бастап, кім менің астында аккаунтқа белгілеп соған жазатын болса, қандай адам жазса да сол. Блогерлердің бәрі бізде. Бұл блогерлеріне реклама емес, ақшасын төлейді бұлар. Дәл әзір, ақшасын төлеп келесіңдер жалпы деймін. Блогерлердің бәрі бізде деп жатырмын. Таңдаймыз ол ұшыларды таңдаймыз. Машалла. Одан кейін мына жақтың каркасын құрамыз. Бізде мына террасаның төбесі, в общем, открытый балкон болатын болды мына жеріне. Тұрсыздар ғой, осы жер открытый балкон болады. Крышамыз міне 2 уровеньмен жабылды. Көп кісілер, көп оқырмандарым мақтап жатыр. Осының жұмысын шетел көбірек мақтап жатыр. Көп таныстарым айтып жатыр, Аллаға шүкір. Енді өзінің маман жасап жатыр жұмысты. Сол үшін жұмыс осылай әдемі жүріп жатыр. Сондықтан да естеріңізде болсын. Үй салайын деп жатқан жандар, үй салдырып жатқан жандар, барлық істі өзінің маман істегені дұрыс, өзінің адам істегені дұрыс. Сонда ғана жұмыс дұрыс жағынан болады. Ал егер енді әркімге бір білетінге, білмейтінге сете берсеңіздер, мен сияқты расход боласыздар. Енді бұл менен сіздерге бір не болсын, сабақ болсын, мен сіздерге сабақ болайын да. Сол үшін үй салам десеңіздер, өзінің нағыз маманы істетіңіздер ағайын. Ал міне үй жақтан сіздерге бір жалынды сәлем болсын, тағы да әдемілік көрсетіп қояйын. Ауа райы деген енді керемет болып тұр. Ауа райы сондай тамаша. Неге десеңіздер, бүгін тәуелсіздік күні. Осыдан бірнеше жыл бұрын алаңға шығып жастарымыз еліміздің тәуелсіздік үшін қазақтың осындай әр таңы арайлап атсыншы деген ниетпен, қазақтың басшысы қазақ болсын деген ниетпен жүрек қазақ деп соққан барша біздің аға бауырларымыз алаңға шығып осы біздің тәуелсіздігімізді алып берген болатын. Және сол тәуелсіздік құрбандарының ішінде Ербол Спатаев деген ағамыз бар. Ербол ағамыз біздің ауылдың адамы. Мен сол Ербол Спатаев атындағы орта мектептің түлегімін. Біздің ауылдың жігіті, біздің ауылдың ер азаматы. Біз сол кісімен мақтанамыз, өйткені желтоқсан құрбандарының арасында біздің еліміздің тәуелсіздік үшін жаны қиған осындай бір керемет азаматтың бар екеніне мен өте қатты қуанамын. Сондай жерден
сондай мектептен түлеп ұшқан менің де жүрегім қазақ деп соғады, өздеріңіз білесіз. Өйткені қазақ айтады ғой, қазақты жамандама, қазақ бала, халық қой қазақ деген азақ қана, мәңгілік ай астында жер үстінде қазақтың жанашыры қазақ қана дейді. Сол қазаққа жанашыр болайық, елім заман жұртымыз тыныш болсын, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болсын. Ең бастысы бейбітшілік болсыншы, аман болайық. Қайырлы күн, қымбатты жастар, тәуелсіздік күні құтты болсын. Және де ең бірінші жігіттер, сахнаға шығудың өзі жеңіс. Өйткені қараңыздар, қаншама залда отырған студенттер сахнаға шықпаған, сіздер сахнада тұрсыздар. Оның өзі жеңіс. Сондықтан кім жеңсе де көңілдеріңізді түсірмеңіздер, жанкүйерлер де көңілдеріңізді түсірмеңіздер. Бұл тек қана бастамасы. Бүгін керемет болды деп ойлаймын. Бізде әділ қазылар алқасы әділ шешім шығардық деген ойдамыз. Сіздер сөйлеп, біздің тағы әріптестеріміз сөйлеп алсын, содан кейін жайлап бастайық. Болма, сразу кеттік па? Болды. Ода болса, орысша кетті.